Жаңа оқу жылының басталғанына 2 ай уақыт өтсе де, білім ордасындағы құрылыс жұмыстары аяқталмай тұр. Даму шектелген балаларға арналған облыстық нөмірі 3 мектеп-интернатқа күрделі жөндеу жүргізу үшін мемлекеттен 147 миллионнан аса қаржы бөлінген. Бір қызығы, мектептің экс-директоры құрылыс жұмыстары толық аяқталмағанын біле тұра, мердігер компаниядан нысанды қабылдап алған. Қазіргі уақытта бұл жұмыстармен сыбайлас жемқорлыққа қарсы арнайы мониторингтік топ айналысуда. 1961 жылы қолданысқа берілген бұл білім ордасы осы күнге дейін күрделі жөндеу көрмеген. Тек биыл ғана мемлекеттен 147 миллионнан аса қаржы бөлініп, құрылыс жұмыстарын Қарағанды сәулет құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қолға алған болатын. Бірақ мердігер компания нысанды уақытылы тапсырмақ түгілі бастаған жұмыстарын аяқсыз қалдырған. Атап айтқанда электр желілері жаңартылмаған, төтенше жағдайда дабыл қағатын арнайы қондырғылар да орнатылмаған. Сондай-ақ қабырғалар сырланбай, қалдық қоқыстар шығарылмай сол беті жатыр. Ал осы бітпеген жұмыстарды мектептің экс-директоры толығымен қабылдап алып, керекті құжаттарға қол қойып, тіпті ақшаны толығымен аударып жіберген. Артынша өзі басқа қызметке ауысып кеткен. Арнайы комиссия мүшелері бәрін тексеріп, маған бәрі дұрыс, жұмыстары сапалы деген соң мен қажетті құжаттарға қол қойдым. Сіздер айтып отқан 147 миллионнан аса қаржыға білім ордасының шатыры толықтай ауыстырылып, жылу желілері жаңартылды. Сондай-ақ нысанға толық пластикалық терезелер салынды. Мұнымен қоса асхана мен басқа да кабинеттер жаңартылды. Дамуы шектелген оқушылардың ата-аналары балалары қауіпсіздік ережелері сақталмаған нысанда білім алып жатыр деп наразылық танытса, ұстаздар қауымы бітпеген жұмыстарды кім аяқтайды деп ашынуда. Келісім-шарт бойынша білім ордасындағы құрылыс жұмыстары ағымдағы жылдың 20 тамызында аяқталуы тиістін. Бірақ неге екені белгісіз мектептегі жөндеу шаралары аяқсыз қалып, 147 миллионнан аса қаржы мердігер компанияға төленіп қойылған. Сыбайлас жемқорлық фактісі бар деген күмәнмен арнайы мониторингтік топ бұл жұмыстарды өз қолдарына алған болатын. Бұл ғимаратта даму шектелген балалар білім алып жатыр. Айта кету керек, бұл облыстық деңгейдегі мектеп. 20 тамызда аяқталатын құрылыс жұмыстары әлі күнге дейін жалғасып жатыр. Бұл мәселені біз алдағы уақытта жақсылап тексереміз. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттіктің мамандары алдағы уақытта құрылыс жұмыстарына қатысты барлық қағаздарды тексеріп, арнайы сараптамалар әзірлейді. Сондай-ақ жақын күнде білім ордасына жаңа басшы тағайындалады. Естеріңізге сала кетейік, қазіргі уақытта аймағымызда дәл осындай күрделі жөндеуді талап ететін 10-ға тарта мектеп-интернат бар.